Так, студенттер бізде бүгінгі тақырыбымыз бойынша, яғни 9-шы аптаның сабағы ағаш шебі және балқашу жұмыстары. Ағаш шебі және балқашу жұмыстары. Осы деген енді өздеріңіз білесіздер, любой құрылыс жұмыстарын ағашсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан да жаңағы ағаш құрылыс алаңына құрылыс материалдары болып жеткен кезде ол бірінші кезеңдермен өтеді. Оны біз жаңағы 3 кезеңге бөліп қарастырамыз. Ол жаңағы ағашты әзірлеу және ағашты кесу, өңдеу, ағашты өңдеу кезеңдермен өтеді. Ағаш құрылыстарына құрылыс материалдары болып жеткен кезең. Яғни ағашты әзірлеу дегеніміз бұл жаңағы бірінші оны қуату және бұтақтарын шауып, оларды бөлшектеу. Екінші ағашты кесу дегеніміз ол жаңағы келген дөңгелек ағаштарды арамен әртүрлі өзіңізге керек, яғни жалпы құрылысқа қажетті өлшемде оларды жаңағы кесіп және оларды кептіру жұмыстарын айтамыз ағашты жаңағы кесуде. Енді ағашты өңдеу дегеніміз ол жаңағы ағаш материалынан құрылысқа қажетті ағаш өнімдерін әзірлейді. Міне осы 3 кезеңді қамтиды. Жалпы ағашты жаңағы пайдаланылатын құрылыстағы барлық жұмыстарды біз екіге бөліп қарастырамыз. Ағашты пайдаланылатын құрылыстағы барлық жұмыстарды біз екіге бөліп қарастырамыз. Ағаш шеберханасы және ағаш ұсталық жұмыстары. Ағаш шеберханасына қандай жұмыстар жүргізеді? Онда жаңағы паркетті төсеу, яғни үйдің ішкі бөлмелерді төсеу, салынатын ғимараттарға терезе мен есік саңылауларын жасау, яғни олардың саңылауларын толтыру, жиһаздық құрау жұмыстары жүргізілетін болса, ағаш ұсталық жұмыстарына олар жаңағы бөлме, діңгек, ағаштарды өңдеу, ағаш қабырғаны кесу, алдыңғы 8-ші аптада өткен тақырып, яғни қалып, апалып оларды құру, ағаш қабырғаларын кесу жұмыстары жатқызылады. Жаңағы арқалық жабындарды орнату, яғни сондай сияқты бізде ағаш ұсталық жұмыстарына біз жатқызамыз. Ағаш негізіндегі құрылыс материалдары, ол қандай материалдар? Енді біз білеміз, жаңағы үйдегі мысалы төбені құраған кезде брусчатка, абрешетканы қолданамыз, стропиланы қолданамыз, доскалардан астында осылардың бәрі бізде жаңағы енді ағаш негізіндегі құрылыс материалдары бар. Оның жаңағы өлшемдері де стандарттар сәйкес әртүрлі болып шығады. Сіздің жаңағы мен сіздерге көрсеткендерім, мысалға 5-5 бұл абрешетка, яғни төбені құрағаннан кейін балкон тұрғаннан кейін бізде абрешетканы құраймыз, мысалға абрешетканы қағамыз. Осы абрешеткалардың көлемі 5-5 болады. Мысалы 10-10 брусчатка деп айтамыз, мысалға 10-10, 20, 25-5 балкалардың өлшем мәселелері болады. Енді мына жерде өздеріңізге тақтайлар, мына жерде балка тұрғаны, балкалардың размерлері бәрі көрсетілген. Сондықтан да жаңағы әртүрлі құрылыс материалдарын стандартқа сәйкес әртүрлі сыныптарға сәйкес олардың өлшемдеріне стандарттарға сәйкес ағаштың өлшемдері бәрі көрсетіледі. Енді жаңағы біз ағаштарды өңдейміз деп жатыр. Ағаштарды өңдегенде мысалы мен сізге мысал беріп кетті. Мысалға двухкантный брус деген брустоктарда мысалға ағаштар двухкантный, яғни тек қана екі жағы ғана кесілген, екі қабат шыққан. Даже трехкантный болған соң мына кезекте алынбай қалған мына жағы, трехкантный брус бар. Сосын 4-кантный деп айтқырған соң енді оның жоғары жағы не алынып қалған, яғни 4 жағы да қойылып, бұның бізде уже сонда дайын брустоктар дайын тұрды. Мысалға, енді шпалы необрезанный дейді, оны шпалдар, яғни необрезанный, көрініп кесілмеген екен. Мына жерде обрезанный уже екі жағынан да жонып кесіп тастаған. Ал енді біз жаңағы айтып жатырмыз, тағы да құрылыс материалдары деп, оның ішінде мысалға лесті материалдары бар. Лесті материалдары олар жұмыр ағаш материалдары, олар жұмыр ағаш материалдарына жаңағы ағаш қабыршағымен бұтақтарынан жасалынған әртүрлі өлшемдегі ағаштың дөңгек кесіндісін айтамыз.
мысалға деген толық мен жұмыр ағаш материалдары құрылысқа жаңағы қабырға тұрғызу мақсатында сол жұмыстарда пайдаланады. Және кейбір ретінде электр сымдарын істейтін бағана ретінде де мысалы сол жұмыр ағаш материалы сол көпір алаңда қоршауда және тағы да басқа жаңағы жұмыр ағаш яғни көбіне санатындағы осы ағаштарды пайдаланамыз. Жаңағы кесілген мына жерде сіздерге көрсеткен ол обрезная и необрезная пиломатериалдар дейміз ғой. Пиломатериал ағаштар олар екіге бөлінеді. Обрезная және необрезная. Міне необрезная заттар корпустары екі жағы бүкіл бейнес болып жоғары жағына, яғни бұл необрезная. А если обрезная болатын болса, міне толық сізге көрсетілген обрезная доска с тупым обзором деп мына шетінде жаңағы бүйтіп тіке емес кескенде яғни мына жерде тупой обзор деген бар. Міне простым обзор яғни кесілген да оны мысалы біз простым обзор дейміз. Яғни үлкен суреттер міне қазір мен сізге айтамын, мысалы мына басқаның қырларын, мысалы коррекция, бер жағын, оның класстың осыларындарын ана жерде брусоктан яғни бізде брусок дейміз, яғни қырлы бөлінелер дейміз, біз оны қайда пайдаланамыз. Жаңа мен пиломатериалдар дейміз, бұл жаңағы бөлінені бөлшектеген кезде алынатын өнім өзіне стандартқа сай сапасымен өлшемді тұтас күйінде де немесе өңделіп әзірленген күйінде де оны пайдаланамыз. Жаңағы сізге айттым, кесінді материалдардың үкімінің ені жалпақ жағын, яғни жалпақ жағын пластик деп айтамыз, яғни жалпақ жағы пластик деп аталатын болады. Қыртысы деп ұзын жіңішке жағын жиегі деп айтамыз, яғни кромка, ұзын жиегі кромка деп айтамыз. Ал перпендикуляр жағын, бүйір жағын, міне торец деп айтамыз. Ол бүйір жақ деп айтылады. Ал жаңағы қыртыссыздығының кесіндісін, міне қырт деп тұрған мына бұрышы сияқты ғой, бұның қабырғасы, яғни ребро деп айтамыз. Жалпы бізде деген жаңағы бұл тазартылған дастар қытайдың жаңағы жан-жағын қалай айтатынымыз бар, яғни жалпақ жағы, жаны, жиегі, және оның алдыңғы торец деп айтатын, және оның қырлы бізге ребро, яғни қабырғасы. Яғни түсінікті ғой да? Келесі енді өздеріңіз білесіздер, стратегия бар, даска бар, төбе жабындарын, төбе жұмыстарын көрсететін осы ағаштар бізге көптеп қажет етеді. Абрушюр деген келесі слайдта бұл ағаш элементтерін байланыстыру. Бізде ағаш элементтерін просто құрастыра қоя салмаймыз, оны деген мысалға топтастыру керек болатын, немесе ұзарту керек та, например. Міне осы ағаш элементтерін байланыстыру әдістерін біз үш топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші топтастыру, екінші тұтастыру және ұзарту. Топтастыру дегеніміз бұл жалпақ көлем беру үшін жанындағы қырларын қосу, ағаштардың жанындағы қырларын қосу деп топтастыру дейді. Ал енді тұтастыру дегеніміз бұл жаңағы көлденең орналасқан бөлшекте ұзындық элементтерін біріктіру жұмыстарын тұтастыру дейміз. Енді наращивание, жаңа бірінші топтастыру ол сквозь-ширение, екінші тұтастыру сквозь-ширение, үшінші ұзарту ол бізде наращивание. Яғни өзі атау айтып тұрғандай ұзарту дейміз. Тігінен орналасқан бөлшекте элементтерді қосып ұзарту жұмыстары бізде осы ұзарту әдістерін береді. Яғни бізде жаңа біріншісінде тұтастыру әдісі бойынша бізде ағаш элементтерін қалай бір-бірімен байланыстырамыз. Бірінші суретте мысалы мына жерде барлық суреттерді көрсетілген қалай екенін. Бірінші нығыздар жаңағы бір-біріне бүйтіп жаңағы жалпақ көлемде мысалға даска тұратын болса, оған жаңағы жалпақ көлемде оларды тұтастыру әдісі мысалы. Пышақ тәрізді есептеп, яғни ножовка дейді орысша айтқанда, былай жаңағы кесіп, оларды бір-біріне кіргізу арқылы пышақтарды ножовка арқылы байланыстыру әдісі. Үшінші жапсарлау әдіс, төртінші кепке бөлінген әдіс, төртінші шықпен әдіс.
бесінші жаңағы өтпей тәсілін екі жақ кірсе арқылы яғни бір жағын жаңағы кірпесі шығарып екінші жағына ойып емізіп бір біріне бүйтіп тигізу арқылы байланыстыру арқылы жасалатын бізге ағашты элементтерін құрастыру әдісіне жатады. Төртінші ол жаңағы бүреңдермен тақталарын құрастыру. Сол бүреңдермен тақталарын құрастыру бірінші яғни қант арқылы жүргізетін болса, екінші кірсенің нүктелерін жеңілдету арқылы жүргізіледі. Бізде жаңағы тығындап байланыстыру яғни шпунттың байланысу бар ғой, тығындап байланыстыру ол жаңағы тақанның көмегімен тақтайдың бір жақ ойылған қабырғасына келесісін ою арқылы және осы ойық арқылы бекетін жіңішке тақтайша арқылы іске асады. Осы бізде жаңағы тығындап байланыстыру. Енді келесі әдіс жаңағы топтастыру әдісі болса, бұл келесі әдіс яғни топтастыру болады. Мысалға бізде қазір студенттердің үйдің құрылысына ағаштарды қолданып жүрген мысалға олар панель ма немесе жаңағы кирпичтан, газоблок, экоблок мысалға бірақ Оралда бар да ағаш үйден мысалы ескі үйлер мысалы ағаш үйлерді көріп жатамыз. Осылардың мысалы бөлмелердің кесілген бұрыштарын жалғау. Бізде мысалға мына екінші белгі көреді, ол табандарды қалдықсыз жалғау, яғни бір-біріне ағаштарды байланыстырған кезде сыртынан шегіңкі болып тұрмайды, яғни бәрі бір-бірінен қалдықсыз бір-біріне келісу арқылы өстіп жалғастырады. Ал бірінші суретте мысалға мына мысалға құлаған көпкісті ою арқылы бір-біріне яғни томар ағаштар ғой, бұл ағаш элементтерін бір-біріне жалғаған кезде шығып өтіп артық ағаштың шығып яғни мына жерде көріліп көп суретте артық ағаштар мына жерде шығып яғни осы жерде ою арқылы бір-біріне байланысты бірінердің кесілген бұрыштарын. Келесі слайдта ол жаңағы ұзарту яғни наращивание дейміз. Ұзарту жұмыстары ол жаңағы өздеріңіз атап көрсеткендей ұзындығын бір-біріне жалғау арқылы ұзарту жұмыстары. Ол жаңағы көбіне жалғастырудың қарапайым түрі бұл жаңағы кескен қабыстырып қосу, ағаштан жиек жасау арқылы жүзеге асады. Немесе бөрененің жоғарғы жағы жылжымас үшін темір тиектерді пайдаланады. Яғни ортасына міне темір тиектерді пайдалану арқылы бір-біріне жалғастыру арқылы біз оларды ағаштарды өзімізге қажетті мөлшерде тазарта аламыз. Яғни бұлардың бәрін өзіне үш әдіс айтсам, өзіне топтастыру және ұзарту әдістері. Енді ағаш құрылымдарын дайындау жұмыстары. Жалпы енді біз білеміз кебе жабындарын, кебе жұмыстарын пайдаланатын топтар, немесе үйдің ішінде қолданатын едендерімізді де ағаштан пайдаланады. Мысалға содан кейін жаңағы үйдің ішінде спатуларды пайдаланған кезде ағаш құрылымдарын дайындау. Жалпы енді ағаштарды өңдеу үшін әртүрлі саймандарды пайдаланады. Ол жаңағы ағаш өңдейтін мекемелерде ағаш үшін ағаштар, қандар, немесе тақта материалдары, сүлгілер қолданады. Мысалға жаңағы жылтыр бірлікті сүлгілер үшін фельтерлі станоктарды пайдаланамыз. Бұрғылауыштар, пешеге арналған қышауыш станоктарын пайдаланамыз. Осы жаңағы ағаштарды өңдеу нәтижелерінде бар. Ал енді қол жұмыстарымен де өңдеуге болады. Ағаштарды яғни сүлгілерді, қашауларды пайдаланамыз, балталарды, сүлгілерді пайдаланамыз. Мысалы төбе жұмыстарын жүргізген кезде енді мысалы білесіздер, мына жерде бір-біріне байланысты арқылы оларды жаңағы мынандай темір үймен байланыстыру бір-біріне байланыстырамыз. Сондықтанда енді ағаш құрылымдарын дайындау енді ағаштың екінші мысалға ағаш үйлерді құрастыру яғни ағаш мысалға бірінші ағаш бөренелі үйлер, екінші қила ағаш яғни үшінші ол жаңағы қалқасын құрып алу ағаш қалқасын, төртінші ол жаңағы қалқанды үйдің қабырғасын құру яғни ол щитовик замок дейді ғой сондай
ушундай үйлөрдү курастыруу азыр сен калай жашоо керек мисалга деген монтаж систем мисалы эң биринчи турган монтаж систем ол бирөөнү чакыртуудан дейт агаш бүрүнмөлүү үйлөрдү ол жанагы биринчи ыргытастарды үйлөрдү дайындаган менен салыштырып текшерген ыргытастарды жыйнайт ыргытастын жыйнамас бурун жанагы 2-3 кабат бир окшолагыч кабатын мастиктин түзүү аркылуу орналаштырам содан кийин барып жанагы ыргытастын үстүнө антисептик сиңдирилген жүзү миллиметр калыңдыкта жанагы кургак агачларды тичебиз содан кийин ар бир кабат салынган сайын бүрүнмөлөрдүн түп және түбүнүн бурчтар менен кабыргалардын сегиз болуун кадағалауымыз кажет жанагы ар бир ката салынгандан кийин олардын орталарына жанагы мыгыздагычтар турат улар жанагы калдык балчык немесе зыгыр макталарды салуу аркылуу ортосундагы жанагы ар бир катадын арасын кептирип кажет жанагы кесилгенде онун 3% отурат 3% отуратынын жанагы кетиргенден агачтан жанагы кетиргенден сондуктан да жанагы түзүү жумуштарын жасамаса биринчи булардын содан кийин жанагы түзүү жабынын эсиктин киргилерди жанагы отургандан кийин экинчи ол кыла агачлар яғни ол эмне кыла агачлар дегенибиз монтаж система яғни үйдүн кабыргасын брусчаткадан дейт го брусчатка кыла бүрүнмөлөр аркылуу үйдү салуу яғни ол салынган және тағы да ол эмне айткандай жанагы ыргытастын астына опять бир окшолагыч болмойт әрине жанагы жермастын кылган менен жанагы конструкция мүмкүн сондуктан да биринчи ыргытастан кийин үстүнө милдеттүү гидрофолагыч жумуштарын 2 кабат немесе орама рулонный материал колдонобуз содан кийин барып үстүнө жанагы биздин кыла бүрүнмөлөрүбүздү кыла агачларды төмөнкү катарларын антисептикпен милдеттүү түрдө колдонобуз содан кийин кыла агачларды кетпей милдеттүү түрдө менен баштап салууубуз кажет кыла агачлардын арасына салкын кырбау үчүн теплонестойкий материал яғни жылыткыч материалдарды салып кетүүбүз керек кыла агачлардын жогорку жагын жанагы магнийный біріктіреді сосын кыла агачты жинаган кезде түп буюм яғни бир жагына карап үчүнчү калкалы агач яғни каркасный дегенде енді ол калыңдын кабыргасы жактоолордон турат улар бири бирин жанагы осулар үйлөрдүн кабыргалары дәйектүү жиналып узуна бою жактарды орнотуп буларды беркитүү үчүн яғни мисалга биз деген мисалга үйүмүздө мисалга тагы да кошумча үй жалгайтын болсок мисалга агачтан канкасын сатып аламыз да булардын жана кур агачты кактыргандан ортосуна кийин жогорку жагына дагы агачларды какуу аркылуу биз нагайтат дейбиз да мисалга агачтан канка көрсөтүлсө содан кийин рукасына мисалы жылыткыч материалды салып берүүгө болот мисалы бир жагын кагасың және экинчи жагын агачтан кагып сондуктан жанагы бизде азыр билесиздер көп жагайда чистовой үйлөр бар го чистовой дайын чистовойдо көп жанагы биздин курган агачыбызга каркасыбызга бар және көп жагайда азыр жанагы дайын агач материалы бар ошону жанагы биздин курган каркасыбызга кагуу аркылуу мисалы калкан үйдүн кабыргасын жыйып келген калкандан жасайды негизинен калкандын сырткы жагына тигилген каптама менен ал ички жагы эмне катта агач балчыктуу каптайм немесе кургак тепкисиз каптайды эми осы агачтын жанагы монтаждоо яғни кабыргасын кажет келесі слайдымыз бул деген жанагы агач бұйымдардын колдонулу яғни биз билебиз да
соңғы кездері енді металдардан немесе пластиктен бұйымдарды мына ағаш материалдарын ағаш бұйымдарын алмастыра бастайды. Негізінде ағаш олар сенімді уақыт сынағынан өткен экологиялық таза материал қазіргі заманғы енді эстетика пластиктен артық өнеркәсіпте қазір пластикке ұқсатып жаңағы жаңа ағаштан немесе ағаш бұйымдардан жасалған терезелер жүйесін шығаруда да мысалға. Сондықтан да жаңағы осы көптеп жаңағы экологияға ағаштарды пайдаланады. Мысалға құрама панельді ғимараттарды ескі және терезе қондырғыларын зауыты орнатады. Қабырғалардағы қораптар ағаштан жасалып, верандалар немесе веранда элементтерімен антисептикалық қондырғы бекітіліп жасалады. Терезе жақтау мен қабырға арасында жасалған жаңағы өзгерістер қою руханды көзілдеріне мақтанып өскен мөлшерінде жатады. Назарларыңызға рахмет. Енді сұрақтарыңыз болса, қатырмен сіздерге негізгі дауыстарыңызға ашамын. Сұрақ жоқ, апай. Абай, менде де сұрақ жоқ. Менде Менде де сұрақ жоқ. ешкімде сұрақ жоқ. Апай, сауығыңды шығып кеткен. Видео қосамыз, а? Аяжан деді ұстаусын деген. Естілмейді.